Үрейде отыр. Атыраудағы жоғалған отбасыға қатысты журналист тың дерек айтты. Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен отбасының тағдыры қоғамды әлі де алаңдатып отыр. Ел назарындағы бұл резонансты іске қатысты жаңа мәліметті журналист Жанат Молдашева жариялады. Бұл туралы Politico.kz сайты хабарлайды. Журналистің айтуынша, ол кеше Атырау облысы полиция департаментінің жаңа басшысы генерал-майор Оңал Ботайұлымен жеке кездескен. Кездесу фото және видео түсірілімсіз өткен. Бұл салтанатты жүздесу емес. Ел үрейде отырғанда келген басшы. Мен Жангелдин трагедиясына қатысты көкейдегі барлық сауалды ашық жеткізу үшін бардым. Оқиғаның басы-қасында жүргенде көргенімді, халықтың қазіргі көңіл күйін, қоғамда айтылып жатқан пікірлерді жасырмай айттым, деп жазды журналист. Оның сөзінше, эмоциямен айтылған пікірлер жаңа басшыға ұнамауы да мүмкін. Алайда қоғам алдындағы жауапкершілік үнсіз қалуға мүмкіндік бермеген. Біреулер жаңа келген басшыға бірден сын айту орынсыз дер. Бірақ елде қалатын біз. Талай басшы ауысты. Ал бұл қасірет халықтың жүрегінде қалды, дейді Жанат Молдашева. Кездесу барысында полиция департаментінің басшысы істің жоғары деңгейде бақылауда екенін жеткізген. Бұл қылмысты министрліктен бастап мықтап қолға алды. Іс тәулік бойы бақылауда. Жуық арада ашылады, деп сендірген генерал-майор Оңай Ботайұлы. Қадірлі көрермендер, менің ойымша бұл жаңалық қоғамның ішіндегі шынайы көңіл күйді анық көрсетіп отыр. Жангелдиндегі жағдай бір ғана ауылдың немесе бір отбасының мәселесі болып қалған жоқ. Ол бүкіл елдің жүрегіне ауыр тиді. Осындай сәтте журналистің жауапты орган басшысымен бетпе-бет ашық сөйлесуі орынды деп ойлаймын. Фото-видеосыз, дабырасыз өткен кездесудің өзі әңгіменің салмағын аңғартады. Бұнда атақ қуалау емес, елдің жанайқайын жеткізу мақсаты тұрғаны сезіледі. Халықтың үрейін, күдігін, сұрағын біреу айтуы керек еді. Жанат Молдашева сол міндетті өз мойнына алған сияқты. Ал полиция басшысының іс бақылауда ашылады деген сөзі жұртқа үміт сыйлайды. Әрине, халық уәдеге емес, нақты нәтижеге сенгісі келеді. Бірақ диалогтың орнауы, билік өкілімен ашық әңгіме болуы оң белгі. Бұл жерде біреуді кінәлау да, ақтау да ерте. Ең бастысы әділ тергеу жүргізіліп, шындықтың ашылуы. Қарапайым халыққа керегі де осы. Үнсіздік емес, ашықтық пен әділет.